Сәлеметсіздер ме қымбатты достар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Зейнетақы жинақтарымыз үнемі жұмыс жасайды. Бүгін қор салымшыларының зейнетақы активтерін инвестициялау, қалай инвестор болу туралы мәліметтерді қайдан біле алатындары жайында айтып береміз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін инвестициялық басқару, яғни салымшылар мен алушылардың қаражаттары орналастырылған қаржы құралдары туралы ақпарат бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының www.npf.kz ресми сайтында. Көрсеткіштер инвестициялық қызмет бөлімінде жарияланған. Қазақстан ұлттық банкі зейнетақы активтерінің сенімгерлік басқарушысы болып табылады. 2021 жылдың қаңтар айынан бастап заңнамаға сәйкес азаматтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін инвестициялық портфельді басқарушы компанияларды инвестициялық басқаруға немесе қысқартылған түрде ИПБ-ға беру үшін пайдалана алады. Басқаша айтқанда, біз басқарушы компанияны таңдау арқылы өз жинақтарымыздың бір бөлігін инвестициялай бастаймыз. Мұны жүзеге асыру үшін шотта зейнетақы жинақтары мынадай мөлшерде болуы керек. Салымшының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы нақты зейнетақы жинақтарының сомасы мен зейнетақы жинақтарының ең аз жеткіліктілік шегі арасындағы айырмадан аспайтын мөлшерде. Өмір бойғы төлемдерді көздейтін сақтандыру ұйымы мен зейнетақы аннуитеті шарты жасалған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы салымшының шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығынан аспайтын мөлшерде ғана төленеді. Инвестициялық портфельді басқарушыға жинақтарды аудармас бұрын, ол туралы жан-жақты біліп алған жөн. Қазіргі уақытта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы 4 ИПБ компаниямен шарт жасасты. Олардың инвестициялық декларацияларын npf.kz сайтындағы қызметтер бөлімінде, инвестициялық портфельді басқарушылардың тізілімінде табуға болады. Сондай-ақ зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес ИПБ инвестициялық басқару үшін комиссиялық сыйақы алуға құқылы екенін ұмытпаңыз. ИПБ сыйақысының шектік шамасы алынған инвестициялық табыстың 7,5%-нан аспайды. Қолданыстағы ИПБ комиссиялық сыйақылары туралы мәліметтер npf.kz сайтының дәл сол бөлімінде көрсетілген. Бір немесе бірнеше ИПБ компанияға зейнетақы жинақтарын аудару үшін салымшы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өтініш жасауы қажет. Өтінішті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының кез келген бөлімшесінде беруге болады. Дегенмен сайттағы жеке кабинет арқылы өтініш беру анағұрлым оңай. Бұл үшін қарапайым бірнеше қадамдар жеткілікті. Бірінші қадам – электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен жеке кабинетте авторлану. Екінші қадам – жеке кабинеттің басты бетінде зейнетақы жинақтарының сомасын тексеру. Міндетті зейнетақы жарналары немесе міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары сомасының бар жоғына көз жеткізу. Үшінші қадам – жеке кабинеттегі қызметтер бөлімшесіне өту. Төртінші қадам – зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға аудару қызметін таңдау. Өтініш деректемелерін енгізу терезесінде салымшының жеке басын куәландыратын құжат, мекен-жайы және байланыс деректері туралы мәліметтер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының автоматтық жүйесінің деректер базасынан автоматты түрде пайда болады. Олар Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің жеке тұлғалар мемлекеттік деректер базасымен салыстырылады. Егер осы ақпараттың біреуі, мысалы мекен-жайы немесе телефоны өзгерсе, түзетулер енгізуге болады. Бесінші қадам – өрістерді толтырыңыз бөлімінде инвестициялық портфельді басқарушыны таңдауға байланысты опциясы бар. Мұнда жасау қажет. Зейнетақы жинақтарын ИПБ-ға аудару, ниет білдірген зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың деректемелерін таңдау. Ұсынылып отырған ИПБ анықтамалығынан зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға аударғыңыз келетін ИПБ атауын таңдау. Сенімгерлік басқаруға аударуға жататын соманы көрсету қажет. Ұсынылған ақпаратпен танысуға және оған келіспеушілік білдіруге әр салымшының құқығы бар. Алтыншы қадам – өтінішке жеке ЦХ-мен қол қою. Жетінші қадам – жеке кабинеттің басты бетіндегі өтініштердің мәртебесін қадағалау бөлімінен өтініштің орындалу мәртебесін қадағалау. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыдан өтініш түскеннен кейін күнтізбелік 30 күн ішінде зейнетақы жинақтарын ИПБ сенімгерлік басқаруға аударуды жүзеге асыратынын атап өту маңызды. Осы уақыт ішінде шешімді өзгертуге және өтінішті кері қайтаруға болады.
ИПБ инвестициялық басқаруына берілген зейнетақы жинақтары бір жолғы зейнетақы төлемдерін алуға жатпайды. Яғни қаражатты ИПБ аудару барысында оған жеке табыс салығы салынбайды. Өйткені қаражат зейнетақы жүйесінде қалады, әрі салымшының пайдасына қызмет етеді. Салымшының зейнетақы жинақтарының қалған бөлігі ұлттық банктың басқаруында қалады. Салымшы басқарушы компания қызметінің нәтижелерін өзінің жеке зейнетақы шотынан алынған үзінді көшірмеден көре алады. Зейнетақы активтерін ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға тапсырғаннан кейін салымшы жылына бір рет қана бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өзінің зейнетақы жинақтарын бір ИПБ-дан екінші ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға беруге. Зейнетақы жинақтары алғаш берілгеннен кейін 2 жылдан кейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ИПБ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарын ұлттық банкке сенімгерлік басқаруға қайтаруға өтініш бере алады. Ал зейнет жасына жеткенге дейін 10 күн бұрын салымшының зейнетақы жинақтары ұлттық банктың инвестициялық басқаруына қайтарылады. Айтпақшы, зейнетақы жинақтары ұлттық банктың басқаруында болған кезеңде салымшы зейнет жасына жеткенге дейін инфляция деңгейі ескеріле отырып, зейнетақы жинақтарының сақталуына кепілдік қолданылады. Ал зейнетақы жинақтарын ИПБ басқаруына аударған кезде мемлекет кепілдігі басқарушы компанияның зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі кепілдігімен ауыстырылады. Ал ол өз кезегінде нарықта әрекет ететін ИПБ басқаруына берілген зейнетақы активтерінің орташа алынған табыстылығы негізінде есептеледі. Бүгінгі шығарылым қызықты ғана емес, пайдалы болды деген үміттеміз. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қажетті ақпараттан қалыс қалмаңыз. Келесіде кездескенше.